Саламатсыздар ма, ата-аналар? Бүгінгі сіздермен бөлісетін тақырыбым денсаулықты күту жолдары. Денсаулықты күту жолдары. Денсаулықтың алғашқы кепілі тазалық. Тазалық ол тек жеке бас гигиенасын ғана емес, қоршаған ортаны ластамау, отырған жерімізді, жататын төсегімізді таза ұстау, ауаны тазартып тұру, ішетін асымыздың сақталу мерзімін қадағалау, сапасына көңіл бөлу, уақытымен тамақтану. Тағы бір маңызды мәселе уайымнан аулақ болу, жақсы ойларды ойлау, жақсы іспен айналысу. Әрине, дене шынықтырудың алар орны аз емес бұл жерде. Сосын қазіргі кезде ұялы телефонды көп пайдаланбау, өзінің орнымен, сағатпен, мысалға балаларға берген кезде де. Қандай да бір зат болмасын, мөлшерден тыс қолдансаң, барлық нәрсенің зиян екенін есте сақтау керек. Біз мысалға жиналған туған күн, отырыстарда тілеген тілегіміз денсаулығы мықты болсын деп тілейміз. Бұл шындығында ең бірінші байлығымыз біздің денсаулық. Бұл адамның мұқият денсаулығымызға өзіміз мұқият қадағалап көңіл бөлмесек, ертеңгі күні бәрі де кеш болып кетуі мүмкін. Адам баласы жалпы екі нәрсенің қадірін білмейді екен. Біреу денсаулық, екіншісі уақыттың. Осы аталған екі байлықтың қадіріне қаншалықты жетіп жүрміз қазір? Уақытты қоя тұрып, денсаулықты күту жолында ойланып қарасақ, мысалға жиі ауруға шалдығуымыздың себептерін анықтау керек. Уақытында, қазіргі кезде уақытында ұйықтап тынуы қажет. Дұрыс әрі толық тамақтанбау, уақытында жатпау, осылардың бәрі денсаулығына кері зиян тигізеді. Қазір барлық ақпарат қолжетімді, интернетті ашып іздесек, барлық нәрсе алдымызда шығады, барлық мәлімет. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін не істеу керек екенін барлығы біледі деп ойлаймын. Құрамында дәрумендері бар ас ішу, күніне 8 сағат ұйықтау, шаршамау, күн сайын таза ауада серуендеу, спортпен шұғылдану, көп су ішу, медициналық тексеруге барып тұру. Егер әлдене мазалаған жағдай болса, дәрігерге уақытында қаралып тұрған абзал.